Бүгінгі тоқитынымыз кеш жарық қыздар. Бүгінгі тоқитынымыз мынандай балетка. Мына аяқ киім балетка деп аталады. Осыны қалай тоқу керектігін мен сіздерге қазір осы видеомда көрсететін боламын толықтай. Табаны мынандай. Мен ылғи да айтамын, я эко-кожа деп. Турецкая подошва. Іші киіз. Міне ол мынандай болады. Барлық қолөнер дүкендерінде сатылады. Мынандай брошка деп атаймыз мынаны. Міне жері былайынан алынады. Былай қадаймыз тоқып, міне жерге әдемілеп. Бұны тоқыған жоқпын, сіздерге көрсету үшін. Содан кейін мына брошканы осылай қарата жабыстыра саламыз. Егерде мына тапочканы стиральный машинкада да жууға болады. Ештен кетпейді мына жеріне тегінде. Сол кезде жуған кезде мынаны бүйтіп алып тастаймыз. Липучкасынан и жуа берулеріңізге болады. Одан кейін қайтадан өстіп таға саламыз. Міне. Осындай әдемі қазір балетка тоқимыз. Кеттік, бастайық. Міне подошвам. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуін 4-тен аламыз. Қалғаны 3-тен кетеді. Мына жақта да 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуін 4-тен аламыз. Бұлайынан іліп алдық жібімізді. Саусағымызбен ұстап тұрамыз. Күнделікті, как всегда, тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Әрдайым ортасынан бастаймыз. Міне, табанның ортасынан. 4-ден алдым мына 3-ін. Енді 3 кетеді. Одан кейін қайтадан 5-еуін 4, қалған 3-ден болады. Міне. Осылай мен уже тоқып қойдым. Енді бір түсіндіріп айтайын. Білмеген қыздарға 1, 2, 3, 4, 5. 4-ден мыналар 3-ден кетеді. Баш жағына келгенде 1, 2, 3, 4, 5. 5-еу 4-ден болады. Қалғаны 3-ден кетеді. Баш жағын былай жабамыз. Бағанаға алғашқы жібіміз бар, іліп алған. Соған жұмыс жіпті алып, бір ілмек іліп аламыз. Бос жіп тағы ілеміз. Келесі теріс аударамыз. Мына жерде петлямыз бар. Содан былайынан тартып отырамыз. Міне. Міне тұр бос петля. Алдым, тарттым жұмыс жіпті. Бос петля. Жұмыс жіпті алдым, келестен шығардым. Алдым, шығардым. Алдым, жұмыс жіпті шығардым. Алдым, шығардым. Міне тұр жібіміз. Петлямыз. Алдым, шығардым. Жұмыс жіпті ілдім, шығардым. Осылай түгелде қайталап өтеміз мына жаққа дейін. Соңына келдік. Енді бір сіздерге көрсетіп жіберейін. Петляны алдым, ілдім. Алдым, жұмыс жіпті ілдім. Не жерде басында бастаған жібіміз бар, міне. Сол жерден алам, былайынан ілем.
Міне тұр. Алдым, бос іліп алдым. Бір жіпті бос ілем, кері айландырам. Айландырам, кері. Накид іліп алдық. Міне қабырғасында тұр. Қабырғасындағыны ғана аламыз. Біреу, екеу шығарамыз. Накид. Біреу, екеу. Накид. Біреу, екеу. Накид. Біреу, екеу. Накид. Біреу, екеу. Осыны айландыра тоқып шығамыз. Соңына келдік. Кішкене ұғынықты болу үшін сіздерге енді бір рет көрсетіп жіберейін. Міне ішкі қабырға. С накидом. Жерде тұр жібіміз. Міне. Біреу, екеу. Болды, тоқыдық. Мына басындағы жалғаған жіптен аламыз, шығарамыз. Біреу, екеу, үшеу. Үш биіктікке көтереміз. Үш биіктікке шығардық. Енді узор саламыз. Накид. Міне тұр жібіміз. Бұдан петлямыз. Ілеміз. Біреу, екеу. Накид. Тағы да ілдік. Мұнадан алмаймыз. Мұнадан петледен алмаймыз. Келесі петледен аламыз. Кірдік. Жұмыс жіпті шығардық. Біреу, екеу, үшеу. Түсінікті, е? Ілдік. Без накида мына жерге. Біреу, екеу. Ілдік. Мұнадан емес, мына келестен тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Накид. Міне тұр петлеміз. Міне қасында. Біреу, екеу. Накид. Мұнадан емес, мұнадан ілеміз қасынан. Біреу. Ой, кешіріңіздер. Біреу, екеу, үшеу. Накид. Біреу, екеу. Ілдік. Мұнадан тоқымаймыз, мұнадан аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Накид. Не тұр жібіміз, не жерде петлямыз. Біреу, екеу. Накид. Накид. Біреу. Той мына жібім тіпті. Біреу, екеу, үшеу. Накид. Міне тұр петля. Міне тұр петля. Біреу, екеу. Түсінікті, е? Өстіп, аяғына дейін тоқып шығамыз. Не? Келдім, тоқыдым, айландыра. Енді сіздерге тағы бір рет көрсетіп кетейін. Накид. Мынаны тоқымайым, келесісін тоқиым. Ілдім. Біреу, екеу, үшеу. Накид. Мына жерден дәл қасындағы петледен алам. Біреу, екеу. Накид. Мынадан алмайым, мынаны қасынан алам. Не? Біреу, екеу, үшеу. Болды, осымен жабам. Басында үші біліп алғам, тігінен көтеріп. Міне, соған ілем, мына жерде. Міне, ілдім, тарттым. Тағы да біреу, бір жіп қана көтерем болды. Кері айландырам. Ой, кері айландырмайым, кешірім сұрайым. Шатас қалдым. Осылайынан енді мынаны без накида тоқып шығамыз. Түгелдей айландырып.
Соңғы қайтадан осы узорды қайталаймыз. 3 қатар бұл узорды 3 қатар көтеруіміз керек. Без накида. Без накида тоқып жатырмыз. Одан кейін узор кетеді жаңағымыз. Без накида, узор, без накида. Солайынан 3 қатар көтеруіміз. Осылайынан 3 қатар тоқимыз. Міне қыздар, қараңыздар. 1, 2, 3. 3 биіктік болды. 1, 2, 3. Осылай санаған оңай міне. Көрдіңіздер е узорды. 1, 2, 3. 3 қатар биік тоқыдық. Тең ортасынан аламыз. Міне, мынаның ортасы міне жер болып тұр. Бұны алып, осылайынан тең ортасын белгілейміз. Енді мынаны қоспаймыз, санамаймыз. Осыдан бастап 11 мына жақтан, 11 мына жағынан белгілейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Белгіледім, міне. Енді мына жерден бастап, осы жерден бастап, мына жерге дейін жаңағы узорымды тоқимын. 3 биіктік көтеріп алдым. Накидпен міне тұр петлямыз. 1, 2 ілдік. Келесі мына жіптен ілмеймін, келесі жіптен ілем. 1, 2, 3. Тағы да ілдім. Емне жерде міне петля тұр, петлядан ілем. 1, 2. Мына жіптен алмайым, қасындағы жіптен алам. 1, 2, 3. Осылайынан жаңағы 11-ші жіпке дейін тоқып аламыз. Жаңағы 11-ші жібіме келдім. Алған жіпке міне белгіме. Накид ілем, қайтадан тоқим. 1, 2 ғана ілем. Міне жерде тағы бір жібім, алатын жібім бар накидпен. 1 ғана. 1, міне мынаны 3-ін бірде осылай тағамыз. Қысқартамыз енді. Тағы да. 1, 2. Іліп алдық, тоқымаймыз. Келесі міне тұр петлямыз. Ілеміз. 1, 3-ін бірге алып шығамыз. Накид істейміз, міне мына жіптен алмаймыз, келесі жіптен аламыз. 1, 2. Іліп алдық. Міне қасында петля тұр, қасындағы жіптен. 1, міне 3-ін бірге іліп алдық. Тағы да. Мына жіптен алмаймыз, келесі жіптен аламыз, е? 1, 2. Міне тұр. 1, міне бірақ жерді іліп алақ, соны 3-ін біргелеміз. Тағы да бір көрсетейін. Мынадан ілмейміз, қасындағы жіптен ілеміз. Ілдік, жұмыс жіпті шығардық. 1 рет тоқыдық. 2 рет тоқыдық. Ұстап тұрамыз. Арғарта шығармаймыз. Міне қасындағы петля бар. Содан тағы бір жіп шығарамыз. 3 жіп болды. 3 жіптің арасынан өткіземіз. Қысқартып жатырмыз міне. Жаңағы 11-ші жіптен бастап бұлайынан қысқартып жатырмыз. Басын шығарамыз. Жұмыс жіпті петляден ілдім, шығардым. 1, 2. Қасындағы петляден тағы да іліп алам. 1,
осылайынан шығарамыз. Мына жіптен ілмейміз, мынадан ілеміз. Шығардық. Біреу, екеу. Қасында міне петля тұр. Біреу, қысқартамыз. Үшеуін бірге ілеміз. Мына жіптен ілмейміз, міне қасындағы жіптен ілеміз петлядан. Ілдік. Біреу, екеу. Міне петля. Біреу, үшеуін бірге тартып шығарамыз. Міне ілдік. Біреу, екеу. Петля. Біреу, міне екіншісін былайынан шығарамыз. Сонда біз осылайынан басын, балетканың басын шығарып келе жатырмыз қысқартып. 11-ші жіптен бастап, міне мына белгіленген жерімізден бастап, былайынан қысқарта береміз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлайым. Түсінбесеңіздер видеодан осы жерін айландырып жеріп, қайта-қайта көріп жіберулеріңізге болады. Ары қарата осылайынан тоқып шығамыз, мына жерге дейін қысқартып. Ары қарата узор салып, бағана мынаны қалай тоқыдық, тура соқсап узор салып, тоқып мына жерге дейін келеміз. Сосын мына жерге дейін тоқыдыңыздар, одан кейін қалғанын мынандай без накидамен жабып отырамыз, иә? Бір узор саламыз, бір без накида тоқимыз. Бір узор саламыз, бір без накида тоқимыз. Ұқтыңыздар, иә? Соны көрсетейін. Міне, бағана 11-ші жібіме келдім, тағы да мына келесі жағымда. Міне қысқартып қойдым, көрініп тұр, иә, қыздар, қысқартып жатқанымыз. Міне тұр көрініп. Енді ары қарата бағанағы мына жерде тоқыған узор секілді, как обычно аяғына дейін тоқимыз. Және узорымызды салып, соңына келдік. Енді міне без накида тоқимыз. Без накида тоқып, айландырып шығамыз. Осылайынан түгелде без накида тоқыңыздар. Тоқыдым, без накида тоқыдым, қайтадан жаңағы узорымды қайталап, мына жерге дейін 11-ші жіпке дейін келем. Белгіленген жерімізге келдік. Ары қарата былай істейміз. Аламыз. Біреу. Енді мынадан алып отырамыз. Бағана без накида тоқып узор, одан кейін без накида тоқимыз дедік, е? Одан кейін қайтадан узор саламыз дедік. Сол без накида тоқыған жіптен міне былайынан аламыз. Үшеу болды. Іліп алдым. Қысқартып отырамын ғой. Міне. Петлям. Біреу, екеу, шіп болды. Біреу, екеу, қысқартам. Біреу, екеу, үшеу болды, қысқартам. Біреу, екеу,
үшеу қысқартам. Біру, екеу 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 қысқартам. Соңғысына келдік. Міне тағы да белгіленген жерімізге. Міне белгіленген жерімізді. Бұны бітіп алып, бітіп біреу тоқи салуыңызға болады. Түгетпейді. Қайтадан узорымызды саламыз. Міне мынадан алмай, мынадан алам. Арғарта уже узор салып тоқып кетеміз. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу. Міне узор саламыз. Қысқарған кезде міне осындай болып отырады. Енді өстіп узор без накида. Узор без накида тоқып қыздар. 1, міне 2, 3, 4, 5, 6 қатар тоқимыз. Тоқия. Біз жаңа мынаны тоқып қойдық, міне. Енді мынадарды тоқисыздар. Мынаған қарап, міне. Қанша керек? Көрдік, е? Міне. Біз міне жерге келдік қазір. Мынаны тоқып қойдым, мен жаңа көрсеттім. Біз міне жердеміз қазір, міне. 1, 2, 3, міне тұр. Без накида 4, 5 қатар кетесіздер. Сонда сіздерде осындай болу керек. Аяқтадық тоқып. Без накидамен аяқтаймыз, қыздар. Басым мынандай болды. Сіздерге ұғынықты болу үшін міне 1, 2, 3 болу керек қой сіздерде. Осылайдан шығу керек. Міне тұр. 1, 2, 3. Енді мынаны без накидамен аяқтаймыз. Осымен болдық. Шетін, кішкене былай ала тұрайын. Шетін ілдік. Мына жерде петля бар. Сонымен былай жүргіземіз. Жұмыс жіпті іліп алдық. Сыртынан петляның астынан кірдік. Жұмыс жіпті астыңғы жақтан бір ілеміз. Үстіңгі жақтан бір ілеміз. Астыңғы жақтан петлядан кіріп тағы бір ілеміз, тартамыз, міне. Үстіңгі жақтан жұмыс жіпті петляға ілдім. Астыңғы жақты петляға астыңғы жақтан алдым. Үстіңгі жақтан алдым. Астыңғы петлядан алдым, жұмыс жіпті, міне қараңыздар, енді бір рет көрсетейін. Үстінен алдым, жұмыс жіпті іліп алдым, петляның астынан барамда, мынаны астыңғы жақтан іліп алам. Үстінен ілдім, астынан ілдім жұмыс жіпті. Үстінен жұмыс жіпті іліп алдым, қасында міне петля тұрады, көрініп тұр. Осыдан жұмыс жіпті ілемін, астыңғы жақтан тартам. Үстіңгі жақтан ілдім, петля тұр, бұны енді астынан шығарам. Үстінен шығарам, астынан шығарам. Үстінен шығарам, астынан шығарам. Міне, қыздар. Сонда осындай міне әдемі шеті болып шығады. Аяқтадым, міне осындай узор болады. Әдемі болып көрінеді, міне шет-шеті. Бұлайынан. Соны түгелдей айландырып істеп шықтым.
соңына келдім. Енді міне жерде петля бар, былай анықтап қарасаңыздар. Міне өздеріңізде анық көрінеді. Видеодан дұрыс көрінбеуі мүмкін. Соны былай аламыз, ар жақтан өткіздік, жұмыс жіпті алдық, ілдік. Петлядан жұмыс жіпті шығардық, алдық, ілдік. Міне өстіп, айландыра, тоқып шығамыз. Міне петля. Міне тұр. Алдық, шығардық. Алдық, шығардық. Тым қатты тартпаңыздар, тым бос болмасын, плавно бұлай бір қалыпта өстіп тоқып шығамыз. Негізінде осы менің тоқуым бойынша тоқсаңыздар, қалмай осы видеодағыдай қып сіздердің екі парларыңыз да бірдей болып шығу керек. Ал егерде өздеріңіз шатасып, соңында жіп қосып алсаңыздар, әрине біреуі үлкен, біреуі кішкентай, немесе жалпиып та шығуы мүмкін. Сондықтан соңына келгенде, әсіресе соңғы жіп пен бастапқы жіпті бір-біріне қосқан кезде, петля санап алған кезде жіптеріңіз қосылып немесе кеміп қалмасын, соған сақ болыңыздар. Қадағалап, ал бір жіптен қате кетсе, даже бір жіп артық қосылып кетсе, мына жұмыстарыңыз түгелдей өзгере береді. Өзгеріп кетеді тәпішкелеріңіз. Тәпішке дейміз, тапочканы қазақша. Сол тапочкаларыңыз өзгеріп басқадай болып, айтайын дегенім, біреу үлкен, біреу кішкентай болып кетуі мүмкін. Міне қыздар, көрдіңіздер ме? Мынаны не үшін тоқимыз біз? Бұны байқадыңыздар, біріншіден міне тік тұрды. Әдемі. Сатқандарыңызға да жақсы. Инстаграмға түсіріп клиентке көрсеткенге де жақсы. Міне тік тұрды. А мына жақ қалай болып жатыр? Мына жақ майсы бұлай қисайып жатыр. Міне қанша түзесем де түзегенге келмейді міне. Еще бос. Мынау жаңа қазір аяқ киім киген кезде де мынау қайтадан бетіп аяқтан түс қалуы мүмкін. Мынау біріншіден аяқ киімді ұстап тұрады, аяғыңды нық болып тұрады. Екіншіден мынандай әдемі бір вид береді. Товарный вид дейді қой, базарда. Со секілді міне әдемі болып тұрады. Бұны міндетті түрде тоқыңыздар. Кейбір қыздар тоқымай кетіп қалады. Маған комментарийға жазып жатады, жекеме шығып. WhatsAppқа жазады, неге бұлай болып кетті деп видеоға түсіріп. Сондықтан да мынаны обязательно тоқуды өстіп шет-шетін соңына келгенде ұмытпаңыздар. Міне, енді бұлай болып өзгерді. Тік тұрды, көрдіңіздер. Сонымен болдық. Не жерден алып қиямыз. Тым ұзын қимай қойыңыздар. Осы жетеді. Міне екеуі бірдей болды. Енді алып мынандай брошкамызды міне жерге таға саламыз. Міне. Осымен аяқ киіміміз дайын. Жақсылап реклама жасаңыздар, инстаграмға қойыңыздар, WhatsAppқа шығарыңыздар. Қазір WhatsAppта группа көп қой. WhatsApp арқылы сатасыздар. Осындай аяқ киім шықты. Мына осылайынан алынады. Мынаны бұлайынан қазір тоқимыз. Осы жерге бұлай келтіріп,
ақ жіппен өлшеп алып, содан міне мынаны осылай жабыстыра саласыздар. Болды, қиын ештеңкесі жоқ, сондай. Өте оңай, жылдам, тез, жіп те көп кетпейді. Осымен осы қыздар, рахмет сіздерге де. Менің каналыма жазылып, лайк басып, подписаться етіп, бір жері ұғынықсыз болып жатса, комментарийға жазып кетіңіздер.